Қайырлы күн менің көрермендерім. Біз бүгін бауырдан торт жасаймыз. Менің рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Бізге керегі бауыр еті, сәбіз, пияз, сарымсақ, жұмыртқа, укроп. Бір жерде 500 грамм бауыр. Бауырдың сыртқы пленкасын осылай алып тастаймыз, ашып. Оң жағынан қарай ашсаңыздар, өзі оңай ашылады сыртқы пленкасы. Осы сыртқы пленкасын бәрін алып тастаймыз да, осыны блендерға сиятындай ет кішірек бөліктерге бөліп тураймыз. Бауырымызды бірнеше бөліктерге бөліп турап дайындап алдық. Мен осындай бөліктерге бөліп, мен осыны блендерға салғаннан кейін жақсылап тұрып езіп аламын. Блендерға езгеннен кейін мен осындай сұйық болады бауырымыз. Осы дайын болған сұйық бауырымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Осыларды араластыра отырып, шым-шым тұз саламыз. Мен өлшемей көз мөлшермен сала салам тұзымды. Енді осыларды жақсылап тұрып араласамыз. Бір келі ғана жұмыртқасы әбден араласу керек. Және де 100 грамм сүт құямыз. Енді осы сүтімізді де жақсылап тұрып араластырамыз. Енді дәміне қарай дәмдеуіштерді салып жіберсеңіздер болады. Мен тек қара бұрыш қосам, және де ұн қосып жіберем. Ұнды да өлшемеймін, көз мөлшерімен сала берем. Қатты сұйық, қатты қою болып кетпесе болды. Орташа сұйықтықта дайындап аламын. Венчиктің көмегімен осылай жақсылап тұрып араластырасыздар ғой. Ана кусок болып қап кетпеу керек ұндары. Біздің бауырдан дайындаған сұйықтығымыз дайын болды. Мен осыны бір тегіс қатты қою, қатты сұйық емес болып дайындалу. Енді қызып тұрған тапаға щетканың көмегімен майлап, сосын сұйықтығымызды құйып пісіріп ала береміз. Блинчик пісіреміз, осы блинчикті құйғандай етіп бұнта осылай құйып, айландыра етіп құйып пісіріп аламыз. Баяу отта пісу керек. Сонда іштері шек болмай таза болып піседі. Біздің коржығымыз пісті. Осылай таза пісу керек. Енді ар жағын аударып, екінші бетін пісіріп аламыз. Осылай бірінен соң бірін коржықтарды пісіріп ала бересіздер баяу отта. Блинчик сияқты осылай құйып, айналдыра отырып, тегістеп пісіріп ала бересіздер. Мен тапам размерімен 500 грамм бауырдан 6 коржық шықты. Енді өздеріңіздің тапаларыңыздың размеріне қарай әртүрлі болып шыға береді коржықтарыңыз. Мен коржықтарым піскенше, осы коржықтардың арасына жағатын қоспаларымды дайындай берейін. Мен бір пияз осындай майда етіп турап аламыз. Осы размерде турайсыздар. Сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Қатты ұзын болып кетпесін, әдемі көрінбей қалады, қатты ұзын болса. Осындай размерде үккіштен өткізіп аласыздар.
Азғантай май құйып, майымызды қыздырып алғаннан кейін пиязымызды салып әбден қуырып аламыз. Енді сәбізімізді салып қуырамыз. Бір 5 минуттай қуырсақ жетіп қалады. Сәбізіміз бен пиязымызды араластыра отырып, әбден қуырып аламыз. Біздің балдар бауырдың тортын өте қатты жақсы көреді. Мен балдарға көп пісіріп беремін осы бауырдың тортынан. Пиязымыз бен сәбізіміз осылай қуырылып болды. Енді осылар салып аламыз тарелкаға, сөйтіп біраз уақыт суытып қойып қоямыз. Қоржықтардың арасына жағатын мен соусымды дайындап алам. Мен 3 ас қасық майонез алдым. Сіздер де өздеріңіздің дайын болған қоржықтарыңыз қанша штук шыққанына қарай көз мөлшерде дайындайсыздар. Мен майдалап теркадан бір сарымсақтың бәрін қоспаймын, жартысы ғана. Чеснок көп болған ұнамайды. Теркадан өткізіп дайындап алам. Мен укроп қосам, сіздер енді ұнатасыздар ма, ұнатпайсыздар ма? Маған укроп қосқан ұнайды. Укропты майдалап турайсыздар. Петрушка қоссаңыздар да болады. Петрушканы да майдалап турасаңыздар болады. Осыларды турайым да мен жаңағы соусқа қосып жіберем. Бәрін жақсылап тұрып араластырам. Шым-шым тұз қосып жібереміз айтпақшыдай. Тұз қосамыз, бұрыш қоссаңыздар да болады. Мен соусым дайын болды. Енді қоржығымызды бірінші қоямыз, сосын мен кальцо қоям. Кальцо болса, кальцо қойыңыздар, болмаса кальцоның керек жоқ. Енді бір қасық жаңағы соусымызды жағам. Соусын көп қылып істемеймін, балдар жегенге аздау етіп жағам, осылай жұқалап. Соусымыз жақып болып, жаңағы сәбіз пиязымызды осылай жағамыз соустың үстіне. Сөйтіп әр қайсысын қойған сайын осылай соус, сәбіз пияз, соус, сәбіз пияз етіп, осылай бәрін жағып шығамыз. Мен тапам көлемімен 500 грамм бауырдан 6 штук қоржық пісті. Осы қоржықтардың бәрін соңғы слойын қойдым. Осыны болғаннан кейін бетіне бірінші жұмыртқаның ағын өткізіп аламыз. Осылай үккіштен ағын болғаннан кейін сарысын өткіземіз. Өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдейсіздер. Бауырдан жасаған тортымыз дайын болды. Ең кальцосын аламыз. Міне осындай бауыр торты дайын болды. Сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Ал енді бәрімізге ас болсын. Сіздерге менің рецептім ұнаса, сіздер де үй ішілеріңізге пісіріп қуантыңыздар. Бәрімізге ас болсын.